Tanıştık üstündeyimiz. Жоқ, акасы болды. Ойлап қалмаңдар, қорқытып таныстырып деп. Өз еркіміз ғой. Кім қорқытады сені? Сен өзің любойды қорқытайын деп тұрған жоқсың. Тамақтанып отырмыз, эфирден шығып. Қасымызда достым Ляззат бар. Привет. Бізде бүгін соңғы эфир. Предпоследний. Ертең соңғы эфир. Ертең будет предпоследний. Өзіміздің компашкамен чисто. Кейбір адамдар бар да, осы өзіміздің групппен чисто. Давай кетіп жалпы. Әбеке, кеттік қаны. В общем, осы жердеміз, короче. Сіздеміз. Ананы қара. Қазір ана пресс лақтырады бізге. Ақтөре, ана пресс бізге лақтырады қазір біз сіздеміз. Айдаватыр, Тахир Мырза, за рулем. Тахир трақтырайды. Ойласай. О, Коба! Коба! Енегім. Коба! Қош. Ақтөре базар жағы, Ақтөре. Такеңде сәл ыстырақ бар ғой. Такеңде сәл ыстырақ бар бірақ. Такеңе тіреліп тұрқ бәріміз, родной. Сәл ыстырақ бар. Аяқ. Ал достар, Шымкентке келдік, Шымкентке. Маңдайдағы терден білініп тұрған жар. Ыстық болып тұр Шымкент, ше. Осындай жерге келдік. Құдай қаласа, бір 2-3 күн осында боламыз. Жазында. Шымкентке қашан келесің, келсең хабарлас, күтіп боламын деп жатқандар. Осындамыз. Достар, бір осыдан 2 күн бұрын бізде үлкен эфир болған, және де ол жақта продажаны ашқан кезімізде дәл осы 5 миллионды рандомно бір адамға береміз деп айтқан болатынбыз. Және де одан кейін, ол эфир біткеннен кейін бізге әлі күнге дейін көп хаттар түсуде. Біз қалай үлгермей қалдық, осынан алып қалсам бола ма, немесе қалай алсақ болады деген сияқты көптеген хаттар түсіп жатыр. Сол себепті біз сіздерге арнайы тағы да 2 күнге продажа ашамыз, достар. Сол себепті қазір сіздерге не кіретін барлығын айтып кетейін. Сіздер дәл осы 2 парфюмді заказ бересіздер, яғни бұл бір мужской, бір женский болып жүреді, французский, стойкий және де оригинал болып жүреді. Бұның қасына сіздер тегіннен не аласыздар. Дәл осы мен жолға дайынмын, кетіп бара жатырмын. Ала берсе бір айдан кейін ораламын. Мына мен чемоданым, заттарымды алдым. Бөлмемді осылай тазалап кеттім. Қыздарға аманат енді. Берсе бір айдан кейін Алматыға қайтып келемін. Ал мен қайда кетіп бара жатырмын. Бір айға Бишкекке кетіп бара жатырмын. Не болады, қалай болады, өзімде пока что білмеймін. Максимально живой контент салуға тырысамын, қалай болып жатыр, қайда жайғастық, дайындықтар қалай болып жатыр деген сияқты. Енді бұл масштабный проект болғандықтан өзім үшін плюс бір проект, өзім үшін тәжірибе деген сияқты, және плюс бір қала, Бишкекке барып, қаланы аралап, ала берсе бір сондай қызық өтеді деген сенімдемін. Маған ақ жол, чемоданым кәдімгідей ауыр. Все, давайте. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Жұма қабыл болсын. Алматыда күн ыстық, машинаның температурасы 34 көрсетіп тұр, прикинь. Терезенің бәрін жауып тастап, кондермен қазір Кенжеханға бара жатырмыз. Кенжеханға барып, машинаның 1-2 жерін көрсетіп, сөйтіп қайтадан Алматыға келетін боламыз. Қазір жұма намаздан шықтық. Қасымда Нұрғанат братишкам бар. Ауылдан осы 2 апта бұрын келген болатын. Телефонда алғашқы бүйтіп қолына соққызып видеоларын түсіргізіп үйретіп жатырмын, Алла қаласа. Кейін мобилографияны оқытып, видеографияны оқытып, бұйыртса профессионал шығару керек болып тұр. Өзіміз үшін де керек, өз үшін де керек. В общем, солай қаладамыз жалпы. Если что, байланыстамыз. Ал достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Шымкенттеміз, 2-ші күн осындамыз. Бірден шымкентскийлығым қосылып кетті, короче. Бірден қулыққа бастым. Мынандай гостиницада ана мини-барда тұратын заттар бар ғой. Түнде далаға шыққың келмейді, сен мини-бардағын жеп қоясың, ішіп қоясың. Сөйтесің да, үстіп магазиннен сатып алып келесің да, орнына аккуратно қойып қоясың. А то ана гостиницаның ішіндегілер қымбатты, 2 есе бағасымен қойып қояды. Сөйтіп сәл шымкентскийлығымды қосып қулыққа салып жібергенім бар. Қулық деп айтпай қойшы бұны. Бір лайфхак деп айтайыншы сіздерге де. Мини-бардағы, ана гостиницадағы мини-бардағы заттарды ішіп, жеп қойып жатсаңыздар,
магазиннен аккуратно әкеп орнына қойып қойсаңыздар болады. 2 есе бағасымен болмайды да, қымбат болмайды да. Сол Шымкенттеміз, кім не істеп жатыр, кім не қылып жатыр, хабарласыңыздар Шымкенттегілер болса. Жақсы сақталған, Аллаға шүкір. Ата, шал деп ондай терминдерді қолданудың қажеті Неге жоқ. сценарий туралы әңгіме айттық па біз бірдеңе? 90-шыларға батя ғой, міне дұрыс айтады. Маған бір қараңыздар. Сән жеймін. 90 мың ғой, бірақ 96 жылғы деп ойлайды көбісі. Не? Мақтан отыр деймін. Қалай істейді? Жақсымын. Өздеріңіз қалайсыздар? Достар, жаңа екі ойын күшті ойнаған едік. Неужели ер кезегі үшке дейін деп бір еңлік қарындасында тағы да бір ана қызылдың процентін көбейтіп ұтып жібермес керек. Лайкты аямай бассаңыздаршы. Ұтамыз сонда. Диана ханның тойына бар. Неге маған айта бересіздер? Диана ханды сыйлаймын, құрметтеймін, бірақ ол кісілермен араластықта болмағанымызға 96.999.775 күн болды ғой. Қалай барам мен? Содан кейін шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма дейді. Шақырылмасаң, сыйлы қонақтың қатарынан болмасаң, не деп барасың? Лайк басамыз тез. Ақтөре түрмеден шығып Диана ханның тойына барды ғой, неге бармадың дейді. Түрмеден шығып деген ғой. Ақтөре хит болып отыр қазір. Мен сен үшін келдім деймін. Жақсы ойластырылған дүние екен. Пончик аттың ғой дейді. Ата берейік. Ойластырғанды қоя беріңізші. Сол көнген адамды айтсаңызшы. Көреді өздері. Біреуді сынағаның, өзіңе сынақ сұрағаның дегенді сынатын біледі. Қазір ешкімді сынай алмаймын. Әркім өз жеке өмірін көреді. Пончик аттың, ата беріңіз. Ауылға барамыз скоро. Достар, мен жоғалтып алмаңыздар. Өткенде ауылға барған кезде біраз видео түсіруге боларды. Мен анау жұмыс деген қызықта, маған процесс қызық қой. Ыстықта анау кеппен шауып жүргеннен жаным рахаттанады ғой. Қалай гармониямда менің, представляете, тірлік істеп шаңның арасында жүргеннен мен кайфовать етіп жүрмін ғой. Содан мен көп видео түсірем алдым, блогерім айтты, давайте на видеоны түсірейік. Біраз идеялар толып жатыр мида, сценарий. Мен қойшы ананы істеп алайыншы деп жөнді 5-6 видео түсірдік па, сол бұйырса барам, қазір ол мобилографтына қол тимей жүр, соған қарап жүрмін по идее. Бір жағынан жаңа сестренкам қызын тастап кеткен, соны садикке тастап жүрмін. Өз қызым бар деген сияқты. Уже ертең 4-не ма 5-не ма Алматыдан келем. 2 күн қатарынан той Алматыда, содан кейін ауылға барамын, ештеңеге қарамай ауылға кетіп қаламын. Сол, короче. Сәлем, қайырлы кеш, қалайсыздар? Біз бүгін қыздармен Лавентиға келдік. Осы жолы Москвадағы филиалға келдік. Бұл жерде де выбор өте көп. Қыздармен таңдай алмай жатырмыз. И Лавентида жалпы стойкости өте жоғары парфюмдардың. Диффузорда таңдасаңыздар болады. Үйге әдемі хош иіс беріп тұрады. Қазір ең соңында мен сіздерге өзім қандай иісті таңдағанды көрсетемін. Жалпы маған бір қымбат шлейфті иістер қатты ұнайды и тәтті иістерді жақсы көремін.